10-шы сынып дүние жүзі тарихы пәні. 7-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы өркениеттің постиндустриалдық даму кезеңі. Сабақтың мақсаты постиндустриалды өркениеттің өндірісінің жаңа технологиялық тәсілінің бағыттарын біледі. Жетістік критерийлері. Постиндустриалды өркениеттің өндіріс түрлері меншіктің жетекші түрлерін анықтайды. Заманауи өркениеттің дамуына ақпараттық технологиялардың тигізетін әсері туралы біледі. Постиндустриалды өркениет өндірісінің базалық байланысы 3 топқа бөліп қарастырылады. Олар мынадай. Бірінші микроэлектроника. Бұл компьютер мен микропроцессорлық технологияларды адамзат тіршілігінің барлық санасына қолдануға жол ашты. Осы арқылы өнімділікті бірнеше ұлғайтып, операциялардың нақтылығын арттырды. Адамды дене еңбегімен ғана емес, сонымен қатар ақылы ой еңбегінен де босатты. Технологиялардың процесстері оңтайландырды. Келесі базалық байланысы ақпараттандыру. Бұл қоғамның барлық саласында және телекоммуникация базасындағы еңбек әрекеттерінде ғарыштық байланыс және талшықты оптикалық желілер құралдарын қолданатын компьютерлік желілерде электрондық почта мен ұялы байланыста жүзеге асады. Келесі базалық байланысы биотехнология. Молекуларлық биология саласында зерттеулер жүргізеді. Ол тұқым қуалау арқылы берілетін заттардың кодын анықтайтын және оған өзгеріс енгізе алатын гендік инженерияның негізін қалаған. Ақпараттық қоғам. Бұл ақпараттық қоғам постиндустриялы қоғамның жоғары сатысы болып табылады. Бұл ұғым постиндустриалды өркениет дамуының соңғы кезеңін ақпараттық өркениет ретіндегі адамзат дамуының жаңа кезеңін түсіндіру үшін қолданады. Ақпараттық қоғамның индустриалды қоғамнан айырмашылығы. Индустриалдық қоғамда басты құндылық тауар тұтыну болса, ал ақпараттық қоғамда басты құндылық уақыт. Адам өмірінде ғаламторды қолданудың ауқымы үздіксіз ұлғайып келеді. Ғаламтор қазіргі өркениеттің ажырамас бір бөлігіне айналды. Білім, сауда, байланыс қызметтер саласына жедел ене отырып, ол қатынас жасау мен оқудың, кәсіпкерлік пен көңіл көтерудің жаңа нұсқаларын туғызды.
Қазіргі қоғам барған сайын компьютерлене түскен қоғамға айналып келеді. Ақпараттық қызметтердің жеделділігі мен сенімділігіне талаптар күшеюде. Олардың жаңа түрлері пайда болуда. Олардың көмегімен дүниенің алуан түрлілігі, терең ішкі процестер, дүниежүзілік қауымдастықта ұдайы болып жатқан әртүрлі өзгерістер туралы адамзаттың түсініктері ұлғаяды. Біртұтас мәдени ақпараттық кеңістік келешекте халықтардың бейбіт өмір сүруге және жасампаздық күш-жігерді біріктіруін қамтамасыз ете алады. Енді оқушылар, сабағымызды әрі қарай тереңдету мақсатында бірнеше тапсырмалар орындаймыз. Сіздермен бірнеше тапсырма: постиндустриалды өркениеттің ерекшелік сипаты атты кестені толтыру. Бізге екі жақты кесте беріліп тұр. Бірінші жағында кестенің қоғамдық өмірдің салалары, екінші жағына ерекшелік сипатын жазамыз. Қоғамдық өмірдің салалары экономикалық, саяси, әлеуметтік және рухани. Ерекшелік сипатын кестеге толтырамыз. Тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырма бойынша орындап болсақ, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Екінші тапсырма. Тапсырманы оқимын. Заманауи өркениеттің дамуына ақпараттық технологиялардың тигізетін әсері тақырыбында эссе жазу. Тапсырманы орындап болсақ, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабаққа кері байланыс. Тілек беті әдісі арқылы бүгінгі сабаққа кері байланыс жүргіземіз. Бүгінгі сабақ жақсы, қызықты, өзіме алдым, кедергілер. Осы сөздерді қолдану арқылы бүгінгі сабақта кері байланыс жүргіземіз.